Саламатсыздар ма, балалар? Здравствуйте, ребята. Бүгін мамырдың 15-сі. Аптаның 5-ші күні. Жұма, пятница. Сабағымыздың тақырыбы саған саяхат ұнай ма? Тебе нравится путешествие? Сабағымызды көркем жазумен бастаймыз. Бүгін біз Г әрпін жазамыз. Сегодня пишем букву Г. Буква Г похожа на букву Г. Пишем слова ғаламшар, ғарышкер, ғарыш. Ғаламшар – планета, ғарышкер – космонавт, ғарыш – космос. Сабағымыздың жаңа сөздерімен танысайық. Повторяем за мной. Саяхат, саяхат, өзен, өзен, тау, тау. Өте жақсы, балалар. Теперь пишем эти слова. Саяхат – путешествие. Өзен – река. Тау – гора. Өте жақсы, балалар. Енді берілген мәтінді тыңдайық. Слушаем данный текст. Демалыста отбасыммен саяхатқа шығамын. Я собираюсь на путешествие с семьей на выходные. Тауға велосипедпен барамын. Я еду в горы на велосипеде. Тауда әкеммен доп ойнаймын. Я играю в мяч с отцом в горах. Анаммен бадминтон ойнаймын. Я играю в бадминтон с мамой. Она гүл тереді. Моя мама собирает цветы. Тауда жақсы демаламыз. Мы хорошо отдыхаем в горах. Өте жақсы, балалар. Теперь вместе прочитаем этот текст. Бұл мәтінді Әлібек айтып жатыр. Әлібектің мәтіні. Демалыста отбасыммен саяхатқа шығамын. Тауға велосипедпен барамын. Тауда әкеммен доп ойнаймын. Анаммен бадминтон ойнаймын. Анам гүл тереді. Тауда жақсы демаламыз. Мәтін түсінікті болса, бірінші тапсырманы орындаймыз. Сұрақтарға жауап бер. Отвечай на вопросы. Бірінші сұрақ. Әлібек саяхатқа кімдермен шығады? Екінші сұрақ. Әлібек анасымен не ойнайды? Что играет с мамой Әлібек? Үшінші сұрақ. Әлібектің анасы не істейді? Что делает мама Әлібека? Өте жақсы, балалар. Енді екінші тапсырманы орындаймыз. Екінші тапсырма. Суретті пайдаланып, сұраққа жауап бер. Отвечай на вопросы, используя картинки. Бірінші суретте не бар? Что есть в первой картинке? Екінші суретте не бар? Что есть на втором картинке? Үшінші тапсырма. Суреттің орнына қажет сөзді қойып жаз. Вместо картинки вы пишете слова. Например, мен демалыста тауға шығамын. Өте жақсы, балалар. Үйге тапсырма. Осы 3 тапсырманы орындап, маған WhatsApp-тан жібереміз. Я буду ждать, ребята. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.